өмірде ақ пенен қараны айырып білу жеткіліксіз болады. Себебі қызыл, жасыл, сарыларды айырып білу керек, әсіресе светофордың алдында. Ассалаумалейкум, Юморбек орайында, Юморбек ақшамы, микрофон алдында мен Юморбек, менің алдында камера, оператор, демек бәршесі дайыр болса, біз кейбіреулерді қоштаймыз, Юморбек ақшамын бастаймыз. Неге бүгін 23 декабр 2015 жыл өз жұмағына жетіп шамаласып, еліміз бойлап байрам кайфияты басыланып кетті. Негізіне келгенде біз өзіміздің емес, өзгелердің кеуілінен шығуға көбірек әрекеттеміз. Мысалы, көшеде бір әдеп сақлап, кешіресіз айта алмайсыз ба, сағат неше болды? Мүмкін болса маған жәрдемдесе аласыз ба деп müracaat қыламыз. Ал өзіміз қалған уақытта, сағат неше болды? Неғып тұрсаң, жәрдем бермесе деп müracaat қыламыз. Бұл мешкеп әсіресе бір қонақ күткен уақытта, өзімізден, балаларымыздан жасырып қонаққа деп алып қоямыз. Өзімізге қимаған нәрселерді қонақ үшін, мейман үшін сақлаймыз. Бірақ негізіне келгенде адам бұл өмірге 5 күндік мейман дейді. Ал өзгелерде бар кеуіл өзімізде жоқ па? Демек, өзіміздің кеуілімізге қашан қараймыз? Ане осы сұрауларға жауап алу мақсатында. Бүгін студиямызда диван бар, диванымызда мейман бар. Демек, юмор тарауында бірнеше жылдардан бері бірге істесіп отырған жақын достымыз Мақсет Абджамилов бүгін мейманда. Мақсет, студиямызға қош келіпсіз. Рахмет, әулем бар, баршаңызды кіріп отырған 2016 жаңа жылмен құттықтаймыз. Сол жаңа жыл елімізге сондай ажайып құт береке алып келсін дейміз. Рахмет, өзіңе де байрамға құтты болсын. Ал Мақсет, байрамға таярлықтар қалай? Енді байрамға таярлықтар жақсы. Сол тақмақ ядылап, маска тағып дегенде таярлықты басына жіберді. Маска? Сізге масканың не керек бар? Мұна бетіңіздегі масканың өзі жетпей ме? Біріншіден, бұл маска емес. Біріншіден. Екіншіден, нормальный, конкретный деген сөздерді араластырып, орысша араластырмай, таза қарақалпақша сөйлесек бола ма? Не үшін енді нормальный, конкретный деген сөздер өзіміздің қарақалпақша сөздер. Мысалы, нормальный дегенде бар да, орысшада деген жоқ. Нормальный біздерде. Орысшада нормальный біздерде нормальный. Конкретный деген сөз бар. Көрде мен не қып жүр, орысшада конкретный, біздерде конкретный. Сәубетке қайтсақ, қайтамыз ба? Қайтқанда сәубетімізге қайтамыз деймін да, әзіл ғой. Мақсат, сізге бірінші сұрау, халыққа әзіл сөздерді жеткізуді, әзіл сөз айтуды қашан бастағансыз? Мен дұрыс бірден бұндай әзілкеш көп сөйлейтін болып кетпедім. Мен алдына ұлыма сөйлей алмайды дедім. Кейін 2 жасқа толғаннан кейін әсте сөйлеп үйрендім. Сөйтіп бастап кеттік. Жақсы, түсінікті. Ал дөретушілік жұмыстарды қашан бастадыңыз? Енді дөретушілікті мен 2009 жылы бастадым. Жеке сахнаға шығып, әзіл айтып. Енді сол уақыттағы мен қазіргі пайттағы дөретушіліктің парқын айтатын болсам, ең баста сахнаға шыққан уақытлары бұл күмәй, маңдайым қызықшы бар ма еді, бұл күмекенәй деп қызықсынатын адамдар. Енді қазір құдайға шүкір ел танып, абырайымыз артып, сахнаға шықсақ, о, кім ғой ана, кім еді, аты кім еді, кім ғой ана деп айтып, дәрі таниды деп, құдайға шүкір. Болады жүдә бір әжайып. Келесі сұрау, әзілді жазатын уақытта ілхам қай пайтта келеді? Енді біздер әзілді жазуға ілхамды күтіп отырмаймыз. Күтіп отырсаң, отырып қаласаң дегенде де. Ізденеміз, кітап, журнал ақтарып, интернеттен, мысалы КВН, Comedy Club, оны іздеп, соларды жинап, ілхам келген уақытта бәрін қайта іздеп шығамыз да біз оған. Негізі жинаймыз. Қоласына ізденбесең дейді, көбірек жаңалық жаратып ізденіп тұрсаң, халқым сені іздеп тұрады. Ең жақсы әзіл бұл қандай әзіл? Ең жақсы әзіл, өзіңім юмор тарауындасам білесің, ең жақсы әзіл бұл қайқи өмірден алынған әзіл. Мақсат, біз білеміз, сіз бұл тарауға КВН арқалы кіріп келгенсіз, сол КВНдегі жетіскерліктеріңіз hakkında айтып өтсеңіз. Дұрыс, енді расын айтсам, мен достым Юморбекке ұсап, бұл тарауға КВН арқалы кіріп келгенмен, КВНде сол студент уақытлары 1998 жыл, 2002 жыл аралығында КВНде ойнадық, факультетте, онан соң Жайқын КВН командасында. Оны КВН қойғаннан кейін, студентті таусылғаннан кейін, КВНерге режиссерлік қылып бастадық. Өзбекстан чемпионлары шыққан, бірақ енді өзің мақтау сәл қолай істеу болады да енді.
Ама бір жай айтып кететін нәрсе, КВНнің маған ең ұнайтын жері, таярлық барысында біреуге үйретіп жатыр, КВН таярлық біреуге үйретіп жатыр, өзімнен көп нәрселерді үйренгенмін. КВНнің маған пайдасы көп. Рахмет ажайып жауабыңыз үшін. Енді келесі сұрау, мінекей өз жұмағына жетіп отырған 2015 жыл Мақсет Абджамилов үшін қандай жыл болды? 2015 жыл жақсы жыл болды. Табыстар бар. Мысалы атап өтсек, Юморбек орайы ашылды. Hamda жеке өзімнің бірінші Күлкішек атты жеке концертінде тапына үлкен театрда өткізуге еріштік. Сол табыстар жүдә жақсы 2015 зор. Yaxşı. Күлкішек hazil концерті, енді адамдар мақтап жатыр, зор дейді, бірақ сіз өзіңіздің пікіріңіз қандай? Енді басқалардың пікірінен естігенбіз, дұрыс енді басқалардың пікірінен естік. Күлкішек концертінде әмелге аспай қалған жұмыстар көп болды. Өзім бір шетінде барсам, ол сахна артында. Енді Құда қаласа бұйыртса, 2016 жылы жаңа әзілдерде оларды пайдаланамыз деген ойда бар. Мінекей жақында Юморбек орайын ашыпсыз. Юморбек орай хақында бір кеңлеу мағлұмат берсеңіз. Юморбек орайын сен өзің хабарың бар, білесің ғой? Дұрыс, мен білемін, мен хабарым бар. Бірақ халқам бір хабардар болсын деген да, әрмеге жету үшін бір толығырақ Юморбек орай хақында айтып берсеңіз. Дұрыс, айтпақшы, халқам білу керек. Енді Юморбек Мақсет жауапкершілігі шектелген жәмияты деп жұмыс басталғаннан кейін кеңейту керек болды. Біз Юморбек орай деп жұмыс бастадық. Барлық түрдегі байрамлар, қалай тойларда қызмет етек, Мұрындық апамен рестораннан басқа барлық қызметті біз бір жерден біткеретін болып ашқанбыз. Халыққа қолайлы болсын деп. Төлемдер қалеген ұсылды да және. Яқшы енді, бұл сіздің жеке пікіріңіз ғой енді. Енді Юморбек орайының жайласқан орны 4-ші қабатта екен да. Бұны қалай түсінсек болады? Бұл жұлдыздыққа ұмтылмай, жұлдыздарға жақындау болайын деген мақсатте 4-ші қабатқа өткенсіз бе? Дұрыс енді, көпшілік айтады, не үшін 4-ші қабаттасыз деп. Бізге құра ішіп жүрген адам келмейді. Тек жұмысы бар, керек адам ғана 4-ші қабатқа көтеріледі. Бұл біріншіден. Екіншіден, сүтті пісірген уақытта қаймағы жоғарыда болады. Дұрыс, енді түсіндім. Қаймақ жоғарыда болады. Бірақ жоғарыда тек қана қаймақ емес, көбіктер hem жоғарыда болады. Енді оны уақыт көрсетеді. Әлбетте енді әзіл-әзілменен Мақсат, мен сені дөретуші сұхбатында, бір дос сұхбатында хүрмет етемін. Ал сіз өзіңіз кімді көбірек хүрмет етесіз? Мен рас айтсам, сізді көбірек хүрмет етемін. Юморбек сұхбатында. Себебі мен қанша сені көп хүрмет етсем, басқалар мені хүрмет етеді. Соның үшін мен сізді жақсы көремін. Енді халықта бір ажайып гәп бар, біреуден екеу жақсы дейді. Қалай ойлайсыз, Мақсат? Екеуміз бірге істесіп бастасақ, қандай болады деп ойлайсыз? Жақсы болады, бірге істессек. Бірақ енді сізді хүрмет етемін дегенге бұл бір жерде істесу деген емес. Рас айтсам, айырмақлар мен сізді түсіндіремей қаламын. Демек сіз мені түсінбей қала бересіз. Ол ешкап. Сіз түгіл кей уақытлары мен өзім түсінбей қаламын. Енді мінекей Мақсат, рахмет Мақсат, ажайып. Енді Мақсат, және бір сұрау, сіз қызықшысыз, сахнада мысалы қосқышылар бар. Демек қосқышылар қандай қызықшылар, бұлардың қандай ұқсастығы бар, қандай farkı бар бір-бірінен. Қосқышы қандай қызықшының. Енді Юморбек, сіз өзіңіздің хабарыңыз бар, өзіңіздің қызықшылар орындасыз. Енді қосқышы мен қызықшының farkı қосқыш болған аңсатырақ па деп ойлаймын. Өзіңізден білесіз ғой, мысалы, олар 3-4 қосқыш шығарады, егер халыққа ұнап кетсе, соны айландырып айтып жүре береді. Және қалесе фонограммамен айтады. Біз қызықшылар бір әзілді екі мәрте қайталасақ, тыңдаушылар безіп бастайды да бізді. Мына бұрынғы әзіл ғой деп. Бұл бір екіншіден біздер әрдайым тек қана жанлы ауызда атқарамыз. Біздер фонограммадан пайдаланамыз. Білесің ғой өзің, фонограммадан пайдаланамаймыз. Сондай. Және бір мен ашым келетін нәрсе, Юморбек, сіз білесіз ғой. Мысалы, көп қосқыштар hakkında, мысалы сіз көп қосқыштар hakkında әзіл айтқансыз. Бірақ Юморбек hakkında бір қосқышы шығарған ба? Олар қайтарып не дейді, бірақ мен қосқыштарға мен қапамадым. Оны жеке пікірім да.
Рахмет. Енді келесі сұрау. Енді мына халықтың алдында қызметте жүргеннен кейін енді аңсап болмайды, өзіне өзін қарап жүру керек. Мысалы, көпшіліктің алдында біреу сіздің абыройыңызды төксе, сіз не қыласыз оған? Егер менің абыройым төксе, мен төгілген абыройды менікі деп мойныма алмаймын. Демек, төгілген абыройды мойныңызға алмайсыз, менікі деп, түсінікті болды. Енді жаңа жыл келатыр, жаңа жылдың бірінші күні, яғни 1 январь күнді сіз қалай бастайсыз? Мен әр жылы жаңа жылды күтіп алған уақытта 1 январьда оянып, түскі ауқат жеумен бастаймын. Себебі кеште ұйықтаймын ба? 1 январь күні оянсам, түскі ауқат дайын болады да. Енді жаңа жыл hakkında және бір ырым бар халқымызда. Жаңа жылды қалай күтіп алсаң, сол жыл тап солай давам етеді дейді. Сіз бұл ырымға сенесіз бе? Мен бұл ырымға сенбеймін. Айтады, жаңа жылды қалай күтіп алсаң, жыл сондай өтеді дейді. Мысалы, мен hayran қаламын, сонда адамдардың бәрі жыл davamında мәс болып, ұйықламай жүруді қаламайтын шығар. Мен бұл ырымға сенбеймін. Түсінікті болды. Аяқшы ырымға сенбесеңіз, ішкі сезім, ішкі тұйғы деген болады ғой. Сол ішкі сезімге құлақ асасыз ба? Енді ішкі сезімнің айтқанын қыла беруге болмайды. Өзіңнен білесің. Себебі ішкі сезім ол сыртта не болып жатқанын хабар жоқ. Соның үшін оны онша тыңдай бермейді. Түсінікті болды. Енді бір кей уақытлары адам өзімен өзі жеке қалғанын қалайды. Өзіңізбен өзіңіз қалған уақытта не hakkında қиял етесіз? Енді дұрыс, кей уақытлар бір ана жерден зерігіп, бір жалғыз қалуды қалайсың. Мен өзіммен өзім қалған уақытта бір қиял етіп, өзімнен өзім интервью алғанды бір көз алдыма келтіремін, қиял етемін. Өзіммен өзім интервью алғанды. Өз-өзімнен интервью? Интересно, мен өз-өзімнен интервью алу деген мен көз алдыма келтіре алмаймын. Күлкілі болып шығатын шығар енді мүмкін. Мүмкін енді бұл сіздің қиялыңыз болды. Дұрыс, енді өзіңнен өзің интервью алған күлкілі болып шығуы мүмкін. Бірақ енді біреулер күледі, біреулер таңғалады, бірақ мен бәрібір өзімнен өзім интервью алған жақсы көремін, өзіммен өзім сөйлескенді жақсы көремін. Себебі мен әзілді түсінетін адамдармен сөйлескенді жақсы көремін. Соның үшін бүгін сізде мейманда болып келіп отырмын. Рахмет. Есеп өтеміз, бүгін Юморбек орайында Юморбек ақшамы көрсетуі. Демек біздің мейманымыз әзілкеш Мақсет Абжанбек. Мақсет, енді мына ықыласпендерімізге, тамаша көйлерге өзіңіздің жаңа жыл тілектеріңізді айтсаңыз. Бірнеше күннен кейін кіріп келетін 2016 жыл баршаға үміт алып келсін. Барша ықыласпендерге мен тілегім әрдайым күліп жүрің. Себебі жылағанның алдынан өкірген шығады дейді. Егер сіз күліп жүрсеңіз, онда тек қана күлмеген адамдар күтіп алады. Енді бізді Юморбек ақшамы деп жатырсыз. Бірінші мейманға шақырғаныңыз үшін рахмет. Сіздердің жұмыстарыңызда табыстар. Сол Юморбек орайы еледі гүлдеп раузана берсін. Мақсет, ажайып сәулетіңіз үшін рахмет дейміз. Юморбек орайында, Юморбек ақшамында бірінші мейман болып жатсыз. Қымбатлы уақытыңызды бөліп келген үшін рахмет. Кіріп келе 2016 жаңа жыл сізге табысты болып келсін. Мен шын кеудеден тілеймін соны. Демек, байрамды жақсы күтіп алыңыз. Рахмет.